Күн батыстан шыққан күні әлемде не болатынын білесіздер ма? Күн батыстан шыққан күні Алла тағала Құранда келтіреді ғой аяттарда, тәубелердің тоқтайтын күні ғой, сол күн батыстан шыққан күні аспан бар ғой, қағаз сияқты бүктетіліп қалады дейді надау. Аспан бар ғой, қағаз сияқты бүктетіліп қалады дейді аятта айтады. Сонда саудаласып тұрған адамдар дейді, саудаларын тоқтатып қояды дейді, ұстаған жерінде қатып қалады дейді. Нан алып жатсың ба базардан, нан осылай қатып қаласың дейді, ана күннің қорқынышынан. Ең соңғы күн жер беті. Және жаңа туылған перзенттің шашы ағарып кетеді дейді ана уайымнан. Және адамдарды мас күйде көресің дейді, лағып атады дейді. Адамда лағып жүреді, лағып, бастарын әр жерге соғып. Бірақ олар мас емес дейді. Бірақ ол күннің несі ауырлығы қатты дейді. Көрдіңіздер ме? Сіз осы мен дүниедегіні айтып жатырмын. Ал енді ақыреттегі керек ал. 3000 жыл жағылған тозақтың отын көрген кезде ойбай-ау, лақтыратын адам таппай қаласың. Бір-бірін лақтырып кетеді бәрі жерде.